Бүгінгі видеода мен Bedrock ойыншыларының көңіл күйлерін көтеретін боламын. Ал сен не екенін деп ойлай бермей, арнаға тіркеліп, коммент жазып лайк бас. Достым, менің ойымша сен баспаған секілдісің, сондықтан бақылап қараймын. Енді басқан секілдісің. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Бүгінгі видеода мен сіздерге топ 5 Bedrock'тағы серверлерді ұсынатын боламын. Яғни оларға орын беретін боламын. Ал ендеше біз бастаймыз. Дәптер мен ручкаңды алып кел, барлық серверлерді жазып отырасыз. Bedrock'тағы серверлерде 5-ші орында тұратын бұл Hyperland. Неге мен оны 5-ші орынға қоятынын айтуға келсек, бұл серверге адамдар көп кірмейтін болды, және де бұл сервер өте көп жылдар бұрын ашылған болатын. Бұл серверде обычный ойнайтын ойындар, яғни Bedwars, Skywars және де Duel дейтін сияқты ойындар. Және де достарыңызбен PvP шығып, қабілеттеріңізді тексеруге болады. Яғни Bedwars, бірге бір шығасыздар. Флаг ұрлау ойынында ойнауға болады. Мен осы серверді неге 5-ке қойғанымды айтуға келсек, бұл серверінде де мықты серверлер көп, және оларда көбірек адамдар ойнайды. Келесі сервер PvP-ға көбірек жоқ адамдарға керек деп ойлаймын. Өйткені бұл серверде Bedwars'тан да басқа да көптеген новичоктарға арналған жаттығулар бар. Мысалы, сен Jump Tricks істей алмасаң, сен сонда тренироваться етіп үйренуге болады. Бізге бірақ бұның бәрі маңызды емес, бізге Bedwars байланысты. Мен 4-ке оны қойдым, өйткені ода Bedwars көп ойналмайды. Яғни ода тек қана бірге бір шығатын Bedwars бар. Яғни мен новичоктарға сонда кіріп тренироваться етуге совет беремін. Но тек қана железный мечті. Сіздер түсінбей тұрған боласыздар, қайдағы меч деп. Онда 3 түрлі меч болады, яғни железный, золотой, сосын барып алмазный. Сол үшеуі ойындарды ойнауды шешеді, яғни ойындарды бастайды. Железный новичоктарға, золотой нормистарға, ал алмазный более-менее ойнайтындарға кіреді. Сендер айтып жатқан шығарсыңдар, неге оны 4-ке қойдың деп. Өйткені оның ішінде Bedwars жоқ, ал менің Bedwars'қа байланысты. Келесі сервер Минималия деп аталады. Бұның атымен байланысты болғанайк, бұл стандарттық обычный Bedwars. Яғни ішінде басқа ойындар болса да, Bedwars бәрінен күшті болып тұр. Бұған тек телефонмен емес, ПК мен Bedrock жазып адамдар кіреді. Но мен білмеймін, контент жасау үшін кіреді деп ойлаймын. Мен бұған баға беретін болсам, бұған орташа адамдар кіреді, және де лаг көп болмайды. Яғни бұл серверде блоктар кетіп қалу дейтін проблемалар жоқ. Және де бұл серверге тек қана телефондар көбірек ойнайды. Сол үшін бұл ойында новичоктарға ойнау оңай болады. Сондықтан мен осы серверді 3-ке қойдым. Бізде келесі сервер Lifeboat деп аталады. Бұл сервердің IP-ін жағып жүріп те керек емес, ол Minecraft'ың әр Minecraft версиясында ішінде тұрады. Лично мен оны өзім 4-ке қойдым, өйткені ол маған ұнайды, өйткені мен ода өзімде ойнаймын, және достарыммен көбірек уақыт өткізген болатынмын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мен Bedwars'пен видео түсірдім, яғни мен бұл Bedwars'та Lifeboat'та ойнаған болатынмын достарыммен. Бұл серверде көптеген различный ойындар бар. Мысалы, Pole Battle Lava, Pit Battle немесе қала салу, Королевский битва және де Skywars. Және де әр ойынның өзінің бөліктеніп ойнайтын ойыны бар. Мысалы, Bedwars'та 6 адамға шейін ойнай алады. Және әр ойында дәл солай. Және де бұл серверге 6000-нан астам адамдар кіреді. Ол ойыншылардың бәрінің жартысы Bedwars ойнайды. Мен осы серверде көбірек Bedwars ойнаймын. Және де мен сіздерге посовет етемін. Және де бәрін қызықтырған бірінші орында бұл The Hive. Оны да Minecraft'ың ішінен табуға болады. The Hive'та көптеген ойындар бар. Міне олар сол жақта, оң жақта. Survival Games, Murder Mystery, Treasure Wars, Skywars, Just Build, Hide Seed, Paytrun, Bedwars және де басқа ойындар. Барлық ойынның өзіне ерекшеліктер бар. Мысалы, Skywars'та рудыларды сындырсаң, олардан саған руд береді. Тағы да қиыншылықтары. Ал былай бәрі обычный болады. PvP жасап өзіңді қорғайсың. Skywars Kids. Тап сол Skywars, но адамдардың өзінің ресурс багы болады. Мысалы, мынау адамдар өзімен-өзі құлап кетсе, ол қайтадан бірлеттіріледі. Және де бұл серверде обычный Bedwars. Treasure Wars. Сандық ақшасын шақасың. Негізінен бұл Bedwars, бірақ кроваттың орнына бұнда сандық тұрады. Егер де ол бар болса, сен қанша болса да тіріле аласың. Ал егер де сен сандығын сындырып тастасаң, сен қайтып тіріле алмайсың. Тек қана бір жизнің қалады. Бұл серверде Java-да, Bedrock-та, телефонда, ПК-да ойнай береді. Сондықтан абай бол. Мұнда тек қана мықтырақ ойнайды деп айта аламын. Ал енді видео көңілдерінен шықты деп ойлаймын. Енді ұнаса да ұнамаса да арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер, маған өте қатты ұнайтын еді. Пожалуйста, 1000 подписчикке жеткізіп тастайық. Содан кейін 10 мыңға, содан кейін 20, содан кейін 30, содан кейін 40, содан кейін 50, содан кейін 60, содан кейін 70, содан кейін 80, содан кейін 90, содан кейін 100. Ал удачи. Күндеріңіз сәтті өтсін.